Егер қорқақ болмасаң, видеоны аяғына шейін көр. Мен қалаға жұмысқа келіп, қала шетіндегі ең арзан пәтерді жалдадым. Кешке үйге оралдым да бірден төсекке жаттым. Шаршағаным соншалық басқа ештеңе істегім келмеді. Түн ортасында түнгі сағат 3-тер шамасында үстіңгі көршінің еденді тарсылдатып жатқанын естідім. Мен бетіме жастықты жауып ұйықтап қалдым. Келесі түнде бәрі қайталанды. Таңертең көршілерге барып түнде шу шығармауын сұрайын деп шештім. Мен жоғарыға көтеріліп, есікті қақтым. Есікті сүйкімді әже ашты, және мені қонаққа шақырды. Мен ашуланып ұрсайын деп барып тұрғасын біртүрлі болып қалдым. Бірақ әже бірден ас үйге шақырып шай мен тоқаш ұсынды. Онымен бір кесе шай үстінде сөйлесіп отырып, мен тоқашқа қақалып, жөтеле бастадым. Тыныс ала алмай қалдым. Көздерім маған көмектеспей отырған әжеге және тоқашқа қарай берді. Содан кейін мен кеудемнен қатты ұрып қақалғаным басылды. Мен подъезге шығып, содан кейін менің түндегі шу туралы ештеңе айтпағаным есіме түсті. Түнгі сағат 3-те бәрі қайталанды. Түнде мен ашуланып көршімнің есігін қағып, бұл ессіздікті тоқтатуын сұрамақ болдым. Мен бірнеше рет қақтым, бірақ ешкім ашпады. Керісінше қарсы үйдегі көрші ашты. Неге сен шу шығарып, есікті сонша ұрып жатсың? Мен оның астындағы үйде тұрамын, ал осы пәтерде тұратын көрші маған ұйықтауға мүмкіндік бермейді. Түнімен тарсылдатып ыдыс-аяқты салдырлатып шығады. Сен не, жындысың ба? Бұл пәтер ұзақ уақыт бойы бос тұр. Оның егесі шамамен 8 жыл бұрын қайтыс болған. Ол тоқашпен шай ішу кезінде тұншығып өлген деседі. Ақымақ өлім. Ешкім өмір сүрмейді. Бірақ мен онымен шай іштім. Жақсы, мен кеттім, кешіріңіз. Әрдайым осы әңгіме. Жаңа тұрғын келсе де сол баяғы оқиға. Есімнен тандыратын шығарсыңдар. Мен көшеге шығуды ұйғардым. Ұйқы мүлдем жоғалып кетті, ұйықтағым келмеді. Үйге қайта оралу өте қорқынышты болды. Ал ана пәтерде жарық жоқ. Терезелер ескірген, қараусыз қалғаны көрініп тұр. Мен бір кезде сол терезеден әлгі кемпірдің бейнесін көрдім. Ол қолында сынған кесе